Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасөспірімдер тәрбиесі және құқық бұзушылық. Сабағымыздың мақсаты оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Бағалау критерийлері: оқыған мәтінге комментарий жасайды, талдайды. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады. Жасөспірімдер тәрбиесі және құқық бұзушылық тақырыбы бойынша қысқаша мәлімет беріп өтейін. Заң дегеніміз жалпыға бірдей міндетті ережелер. Біздің елімізде адам құқықтары ата заңымызда, Қазақстан Республикасы Конституциясында жазылған. Ата заңымыз 9 бөлім 98 баптан тұрады. Оның екінші бөлімі 30 бабы құқыққа арналған. Ата заңымыздың бірінші бабының бірінші тармағында Қазақстан өзінің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықты делінген. Адам дүниеге келгеннен кейін оның өмірін, денсаулығын, тыныштығын біздің мемлекетіміздің ата заңы қорғайды. Құқық бұзушылықтың алдын алу, жасөспірімдердің дұрыс тәрбиеленуі, дұрыс ортада өсуі керек. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген мақал осыған байланысты. Сондықтан заң алдында жауапты болмау үшін жасөспірімдер дұрыс жолмен жүруі тиіс. Өткен тақырыпты еске түсіру үшін төмендегі бұрыс және дұрыс сұрақтарына жауап береміз. Бірінші, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы президент. Екінші, тек тұрлаулы мүше қатысқан сөйлем жалаң сөйлем. Үшінші, республикадағы жоғарғы заң шығарушы орган парламент. Төртінші, жақсы сөйлем баяндаушы қ.г.қ.к. жұрнағы арқылы жасалады. Бесінші, бастаушы бар сөйлем жақсы сөйлем. Алтыншы, құқық дегеніміз мемлекет арқылы қамтамасыз етілетін, әділеттілік туралы адамдардың көзқарастарынан көрініс табатын жалпыға бірдей міндетті нормалардың жиынтығы. Жетінші, тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлем жайылма сөйлем. Сегізінші, жеті жарғыны қабылдаған қазақ ханы Есім хан. Тоғызыншы, балалар құқықтарының конвенциясы 1990 жыл қабылданды. Оныншы, ойды білдірмей, тек соған байланысты заттың, құбылыстың, мезгілдің, мекеннің аты аталып көрсетілетін сөйлем атаулы сөйлем. Енді оқушылар бейнероликті қарап, сабаққа қандай қатысы барына түсініктеме береміз. Шыншыл бала. Абдулқадыр Гейлани бала кезінде білім іздеп Бағдатқа жол тартпақ болады. Ұлының шапанының астарына ақша тігіп беріп жатып шешесі: «Балам, ешқашан өтірік айтушы болма» деп өсиет айтады. Осылайша болашақ ғұлама керуенге ілесіп жолға шығады. Бір күні күтпеген жерден қарақшылар кезігіп, керуендегілерді қорқытып, дүние мүліктерін тартып алады. Бір уақытта қарақшылардың бірі: «Ей бала, сенде не бар?» деп ақырып қалады. «40 алтыным бар» дейді бала. «40 алтын? Қане?» «Шапанымның астарында тігулі». Қараса, расында да қойнында тігулі алтындары бар екен. Оны көргенде қарақшылар: «Бекер айттың, ештеңе жоқ дей салсаң, сені ешкім тексермес еді» дейді, қарқ-қарқ күліп. «Қателесесіз» дейді сонда бала. «Мен өтірік айта алмаймын. Өйткені маған анам кетерімде өтірік айтпауды ескерткен. Егер сіздерді алдасам, біріншіден күнә жасар едім. Екіншіден, анамның өсиетін жерге тастаған болам». Қарақшылар баладан мұндай жауап күтпеп еді. Қапелімде ештеңе айта алмай сасып қалды. Қарақшылардың басшысы болса ойланып тұрып: «Бұл бала бізге үлкен сабақ ұқтырды. Қараш, кіп-кішкентай болып, уәдесін бұзудан, күнә жасаудан қорқып тұр. Қандай тазалық! Ал біз үлкен бола тұра, күнә жасаудан шімірікпейміз» дейді. Сөйтті де керуендегілердің заттарының бәрін кері қайтарады. Керуен тонаумен жан баққан топ мүшелері көп өтпей тәубе етіп,
қарақшылығын саттыйды. Енді оқушылар оқулықты ашып, 100-ші беттегі 2-ші тапсырмадағы мәтінді мұқият оқып шығамыз. 1-ші тапсырма: мәтінді оқып шыққан соң, соңында берілген сұрақтарға жауап береміз. 2-ші тапсырма: мәтіннен тақырыпқа қатысты ақпараттарды іріктеп жазып аламыз. Мәтінді қоғамдық әлеуметтік мәселе ретінде талдап, өз пікіріңді дәлелдеп айтамыз немесе жазамыз. Ол кезде жай сөйлемдердің түрлерін қолданамыз. Бұл тапсырмаларды орындау үшін сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Берілген суреттерге мұқият қараймыз. Суреттерді салыстырамыз. Бұл суреттер не үшін беріліп тұр? Қандай оқиғамен байланыстырар едіңдер? Бұл тапсырманы орындау үшін 3 минут уақыт беріледі. Ауызша жауап берулеріңе болады. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Жай сөйлем түрлеріне арналған тест. Бұл тапсырма орындау үшін 5 минут уақыт беріледі. Тестті жазбаша орындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен мақсаты бойынша қандай білім алдық? Менің пікірімше деп өздеріңнің пікірлеріңді жазып өтсеңіздер. Ендеше бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй жұмысы жай сөйлемнен өткенді қайталаймыз.